Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып гипогликемиялық препараттар. Гипогликемиялық дәрілер бұл екінші типті қант диабетімен ауыратын науқастарда қандағы глюкозаны төмендету үшін қолданылатын дәрілік препараттар. Қандағы глюкоза деңгейін негізінен ұйқы безден бөлінетін екі гормон, инсулин және глюкагон реттейді. Инсулин қандағы глюкоза деңгейі жоғарылаған кезде, мысалы, тамақтан кейін бөлінеді. Инсулин шеткі тіндердегі өз рецепторларымен байланысып, бұл тіндердің глюкозаны сіңіруіне мүмкіндік береді. Осылайша, глюкозаны қан айналымынан шығарады. Сонымен қатар, инсулин глюкозаны гликоген және май қышқылдарын айналдыруын ынталандыру арқылы глюкозаның деңгейін төмендетеді. Ал керісінше, қандағы глюкоза деңгейі төмендеген кезде, мысалы аштық кезінде, глюкагон бөлінеді. Глюкагон бауырдан глюкозаның қанға бөлінуін арттырады. Ол гликогенді қайта глюкозаға айналдыру, гликогенолиз және глюкозаның жаңадан түзілуі, глюконеогенезді ынталандыру арқылы жүзеге асады. Бірінші типті қант диабеті инсулин өндірісінің жеткіліксіздігінен туындайды және оны инсулин инъекцияларымен тиімді емдеуге болады. Ал екінші типті қант диабетін емдеу әлде қайда күрделі. Екінші типтегі диабетпен ауыратын науқастарда инсулин деңгейі қалыпты болады. Бірақ олардың жасушалары инсулинге жауап бермейді. Дегенмен, уақыт өте келе кейбір пациенттерде инсулин өндірісі де төмендей бастайды. Гипогликемиялық дәрілер осы механизмдер арқылы әсер етеді. Инсулин өндірісін арттырады, инсулинге жасушалық жауапты жақсартады, бауырдан глюкоза шығарылуын азайтады, ішекте тағамдық глюкозаның сіңірілуін төмендетеді, немесе глюкозаның зәр арқылы шығарылуын арттырады. Сульфанил мочевина препараттары ұйқы бездің бета жасушаларындағы АТФ-ке тәуелді калий каналдарын тежейді. Нәтижесінде бета жасушалар деполяризацияға ұшырайды, артынан кернеуге тәуелді кальций каналдары ашылып, жасуша ішіне кальций енеді. Кальций инсулин секрециясын ынталандырады. Мұның нәтижесінде қандағы глюкоза деңгейіне тәуелсіз инсулиннің бөлінуі артады. Негізгі жана мәселелеріне гипогликемия және дене салмағының артуы жатады. Кейбір препараттар жүрек қан-тамыр ауруларынан болатын өлім көрсеткішінің жоғарылауымен байланысты. Мегалетиниттер әсер ету механизмі сульфанил мочевиналармен бірдей, бірақ басқа рецепторлармен байланысу арқылы. Олар қысқа әсер етеді және тамақтан кейінгі глюкоза деңгейін көбірек төмендетеді. Бірақ жалпы клиникалық тиімділігі мен жанама әсерлері сульфанил мочевинаға ұқсас. Метформин бауырдан глюкоза шығарылуын азайту арқылы әсер етеді және аздап шеткі тіндерде, мысалы бұлшық еттерде глюкоза сіңуін арттырады. Ол сирек гипогликемия туындатады, немесе артық салмақ қосуға келеді. Ең жиі кездесетін жана мәселелері асқазан ішек бұзылыстары, мысалы диарея, іштің ауруы, В12 витаминінің тапшылығы. Сирек жағдайда метформин сүт қышқылды ацидоз тудыралады, ол өлімге әкелуі мүмкін, сондықтан ацидемия қаупі бар науқастарға қарсы көрсетілген. Тиазолидин диондар. Бұл инсулинге сезімталдықты арттыратын дәрілер, яғни олар бұлшықет пен май тіндерінде инсулинге тәуелді глюкоза сіңуін арттырады. Бұл дәрілер глюкоза мен липид алмасуына қатысатын гендердің транскрипциясын реттейтін PPAR гамма ядролық рецепторын белсендіреді. Негізгі жана мәселелеріне шеткері ісіну, гипогликемия, жүрек жеткіліксіздігінің нашарлауы, жүрек қан-тамырлық асқынулардың артуы және сүйек сынуының жоғарғы қаупі жатады. Альфа-гликозидаза тежегіштері аш ішекте көмірсуларды ыдырататын альфа-гликозидаза ферменттерін тежейді, сол арқылы тағамдық глюкоза сіңірілуін азайтады. Негізгі әсер етуі тамақтан кейінгі глюкоза деңгейін төмендетеді. Жана мәселелері көбінесе асқазан ішек жүйесімен байланысты. DPP4 тежегіштері GIP және GLP1
инкретин гормондарын белсенді емес күйге түсіретін DPP4 ферментін тежейді. Бұл гормондар тағам қабылдағаннан кейін бірнеше минут ішінде бөлініп, инсулин секрециясын ынталандырады және глюкагон секрециясын тежейді. Алайда олардың әсері қысқа, өйткені DPP4 оларды бірден ыдыратады. DPP4 ферментін тежеу арқылы бұл тежегіштер инкретиндердің әсер ету уақытын ұзартады. Осылайша қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді. Негізгі жағымсыз әсері жедел панкреатиттің даму қаупінің аздап артуы. SGLT2 тежегіштері бұл бүйректе глюкозаның кері сіңірілуіне жауап беретін натрий глюкоза тасымалдағышын тежейтін дәрілер. Глюкозаның қайта сіңірілуінің төмендеуі зәрмен көбірек глюкоза шығарылуына және қанда глюкозаның азаюына алып келеді. Негізгі жана мәселелеріне несеп жыныс жолдарының инфекциялары, кетоацидоз және бүйрек қызметінің бұзылуы жатады. Осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.